АКШ, Израиль және Иран арасындағы соғыс кесірінен Ормуз бұғазында кеме қатынасы тым бәсеңдеп кетті. Соған қарамастан Дональд Трамп Вашингтон бұл стратегиялық су жолын толық бақылап тұрғанын және оны бермейтінін мәлімдеді. Сәрсенбіде ол әлеуметтік желіде әскери теңіз блокадасын болат қалқан деп атады. Шын мәнінде жанжалды тоқтатып, бұғазды ашу бойынша дипломатиялық келіссөздер тоқырап тұр. Трамптың мәлімдемесі де осыған тұспа-тұс келді. Бірақ Тегеран АКШ президентінің сөзін тағы да жоққа шығарды. Иранның бұғаз әкімшілігі X желісінде талабымыз орындалмайынша Ормуз бұғазы ашылмайды деп қысқа қайырды. Мәлімдемелер қайшы келгенімен, сараптама орталығының дерегі басқаны көрсетеді. Бұғаздағы қозғалыс соңғы 3 айдағы ең төменгі деңгейде. Сейсенбіде мұнда бар жоғы 13 кеме өткен. Бұл соғысқа дейінгі күнделікті көрсеткіштен 90%-ға аз. Еске салсақ, Тегеран бұғазды АКШ пен Израиль соққысынан кейін іс жүзінде жауып тастаған еді. Қазір Иран мен Оман бұғазды өз бақылауымен қайта ашу жағын талқылап жатыр. Сарапшылардың айтуынша, бұл бұғаздағы Иранның ықпалын одан сайын күшейтуі мүмкін.